Көне өсиетте көлемі ұзақ пайғамбарлар жазбалары бар. Солар Ишая, Еремия, Еремияның жоқтауы, Езекел және Даниял кітаптары. Солардың арасында Езекиел өте ұзақ, бірақ жиі уағыздалмайтын кітап екен. Себебі Құдай көрсеткен көріністі түсіндіру қиын, әңгімелер қайталана бергендіктен. Біз кітапты оқығанда Құдай айтқан сөздер және онымен кездескен көріністер арқылы Құдай өзі көрсеткен көріністерден ол өзінің еркін білдірген біле аламыз. Сондай-ақ Құдай көрсеткен көріністер арқылы да оның еркін танып біле аламыз. Алдымен түсіну қиын деген ой келуі мүмкін. Осы ай бойы Езекиел кітабын оқып, оның ішінде айтылған Құдайдың еркін үйренетін болайық. Езекиел кітабының бірінші тарауы басындағы жағдай. Езекиел пайғамбар Бабылға тұтқын боп айдалып кетті. Сол жердегі Хобар өзені жағасында отырып, Езекиел былай дейді: Израиль жерінде бұрынғыдан бетер үлкен апат болады. Иерусалимдегі киелі үй құрып кетеді. Алайда Израиль халқы сол мүмкін емес деп ойлаған. Иерусалимдегі киелі үйде Құдай бар ғой. Құдай бар киелі үйдің құрып кетуі мүмкін емес. Тіпті елестетуге де болмайды. Сондай-ақ Иерусалимде қалған адамдар да болды. Қазір өздері тұтқын боп айдалып, Бабылда тұрып жатса да, көп ұзамай өздері де Иерусалимге қайтып барамыз деп ойлаған олар. Олардың көзіне Иерусалим толықтай құрып кеткен емес. Солай болуы мүмкін емес болды. Сонда Құдай Езекиелге бір көрініс көрсетіп, соны израильдіктерге жариялап жеткізуді бұйырды. Езекиел кітабының 8-ші тарауында Құдайдың рухы Езекиелдің шашынан ұстап алып, Иерусалимдегі киелі үйге алып барды. Сол жерде ол жиіркенішті көріністі көреді. Израиль халқы киелі үйде жалған тәңірдің мүсінін қойып, соған табынып жатыр екен. Израильдің 70 ақсақалы жалған тәңірлерге арнап, хош иісті зат түтетіп жатты. Ал басқалары арқаларын киелі үйге беріп, күнге қарап бет жүздерін бұрып, табынып жатыр екен. Сонда Құдай Езекиелге: осы көріністі көріп тұрсың ба? Содан да бетер олардың жиіркенішті істерін көретін боласың дейді. Сөйтіп Құдай өзінен бас тартып, мүсіндерге табынып, киелі үйде басқа да тәңірлерге бет жүздерін бұрып жатқан адамдардың қалпын көрсетіп, Израиль халқы Құдайды киелі үйден қуып шығу үшін сондай істер жасап жатыр дейді. Езекиел кітабының 10-шы тарауында ақыр соңында Құдайдың нұрлы салтанаты киелі үйдің шығыс қақпасынан шығып, киелі үйді тастап кетті. Адамдар көпшілігі Израиль елі Бабыл әскерлерінің кесірінен құрып, Құдайдың киелі үйі де сол себептен құлады деп ойлаған. Алайда бүгінгі сөз Бабыл әскерлері Израиль жеріне келмей тұрып, Құдай Иерусалимдегі киелі үйден кетіп қалғанын айтады. Сондықтан Израиль құрып кеткен екен. Құдай халқы киелі өмір сүрмей, оның еркін орындамаса, оның нұрлы салтанаты киелі үйді тастап, қаншама мақтап қымбат санаған киелі үй болса да, ақыр аяғында құлайтын болады.